Бұл фильм 16 жастан асқан көрермендерге арналған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқтық. Қайсар, тыңда мені. Бұл әлем чемпионаты екінің біріне бұйыра беретін бақ емес. Саған беріп тұр. Енді бәрі өзіңе байланысты. Ешкім қарсы емес, облыс қолдап отыр. Сен баратын, мені подводить етпе. Хотя үштік келмеу керексің. Барлық дайындар әсесіне оң аяғымды қос өзің коронкаңда. Уәлиханды істейтін білесің ғой? Дәл солай ұшымтайтын. Асықпа. Салай, пацаны. Салайым, қойсай. Қалай барады? Жассың ба? Сен кім шақырды? Давай мен сені сұрамай-ақ қояйын. Не істедің, қайда болдың, мәймен күлесіп. Бір Ван Дам туралы естіп едім, өз бетімен дайындалып чемпионатқа барады. Сен емес пе? Ағай, мен сізге бәрін жеке түсіндіріп берсем бола ма? Неге жеке? Біз отбасымыз ғой бірге. Бәрін айт. Біз де естейік. 3 апта қайда болдың? Қызық болып тұр қалай аяқталатыны. Ағай, мен жаттығудан қалсам да мен жарысқа дайынмын. Әлем чемпионатына енді әлі уақыт бар ғой. Формаға кіріп үлгеремін мен. Қой! Қайдағы әлем чемпионат? Сынок, ты свои счастье проебал дегенді естіп едің? Бармайсың сен. Міне, Қайсар баратын болды сенің, облыс қолдап қойды. Ал сен өзіңнің Ван Дамның методикасымен дайындыла бер. Хорошо? Так, работаем. Так, тыңдаңдар мен. Ағайларын сыйламайсыңдар ма? Онда таеквондоға қатысудың қажеті жоқ. Біз кезінде ағайларымыз звондаған, орнымыздан ат тұрып, түлігіп тұрып сөйлесетінбіз. Ал сендер қазір қолдарында тұрған дайын телефонмен, WhatsApp-пен мерекемен құттықтамайсыңдар. Бұны не үшін айтып жатыр? Мынаның қателігін қайталамас үшін. Әдейі мысалға келтіріп отыр. Түсіңдір ме? Ағай айтты, тренер айтты, все, болды, не обсуждается. Всегда прав. Хорошо? А? Давай работаем. Сен бар шық. Көрмейтін болайым мына жерден. Давай. Қайсар, қазір. Бар. Давай, работай. Оң аяқпен сеші. Қарлығаш, мен сендерді осындай отбасы деп ойламадым. Менің күйеуімді алдап жұмыстан шығарып, Дәулет қазір қалай алмай жүр екен. Біз сендермен отбасымызбен араласатын едік қой. Бізді мақұл. Мына бала-шағаны аясыңдар қайтеді. Күйеуім жұмыссыз қалып, енді қазір үйге алатын тамағымыз да жоқ. Балалардан обал болды. Сондай ұятсыз екенсіңдер, беттерің айтайын. Алла жазасын берсін сендерге. Мынау не, Дәулет? Мен енді осындай жасқа келіп елден қарғыс естуім керек па? Не білдіріп жүрсің сен? Сен өткенде бастықтармен бір тірлік дегенің осы ма сонда? Қойшы, өздері кінәлі болады. Енді заводта мен қолымнан не келеді айтшы? Мүмкін бастықтарға барып жалынайын. Ана косячниктерді алып қал жұмыстан деп. Жоқ, неге мені сені кінәлап отыр онда? Мен қайдан білейін? Қалай қайдан білейін? Сөйлес барды. Жазбасын әйел маған мынандай сообщение. Кешір, сұлу. Мынаны менің мамама бер, жарай ма? Сосын бар ғой. Сұлу, есіңде ма екеуміз Астанаға қыдырамыз деп едің ғой? Иә, әпке. Армандарымның бірі сол. Ендеше қайда баратынымызды ойлай бер, жарай ма? Мен өзім күнделігіме жазып қойғам. Ең бірінші бәйтерекке, екінші Океан Нұрымға. Сосын Хан Шатыр мен бәйтеректің арасында жаяу жүреміз. Иә, міндетті түрде барамыз. Кешірші мені, сұлу. Кешірші мені, сұлу. Үйшан, уайымдама. Қазір дәрімді берем. Мынаны сізге лауреатке беріп кетті.
Анашым, сіз мені кешіреді деген үміттемін. Бірақ мен осындай шешім қабылдағаныма өз-өзімді кешіре алмай тұрмын. Әкем екеуіңіз маған барлық жақсылықты жасадыңыздар. Сол үшін үлкен рахмет. Мен сол жақсылықтарыңызды қайтара алмағаныма жүрегім ауыр тиеді. Мен сіздердің қыздарыңыз болуға лайықты емеспін. Анашым, мені кешіре аласыз ба, жоқ па, білмеймін. Бірақ мен мына ойынмен құрдымға кеттім. Және маған Алладан басқа ешкім көмектесе алмайды. Мен бұл алған ақшаны міндетті түрде қайтарамын. Бірақ сұлудан обал болатын болды. Алшы телефонды. Құдайым-ай. Ана балаңды қара. Сен де балаларын осылай үйретесің ба? Білмеймін. Анам қимыл ебе дейіпсіз бір нәрсе ғой. Енді неше түрлері бар ғой ішінде. Осы аяғыңды? Мазақтап отырсың ба? Чей ойнап отыр. Ойнап отыр. Әке, мен Уалихан туралы естідім. Дұрыс емес шешім қабылдадым деп ойламайсыз өзіңіз? Балам, менің шешімнің қайсы бұрыс, қайсы дұрыс екен өзім шешем. Хорошо? Бұл спорт. Спортта таланттан бөлек тәртіп керек. Жоқ, оның барлығын толықтай келісем. Бірақ енді сол тәртіпті не үшін біз соны анықтау керек қой бірінші? Маған қызық емес. Қайсар осы жол ұтылатын шығар, бірақ келесі жол ұтатынына сенімдімін. Әкең, бір мүмкіндік беріңізші, өтініп сұраймын сізден. Ана қайсарыңыз ойнап жүріп ұтады. Білсең енді балаға неге мүмкіндік бермейсің? Ол Уалиханның ғана арман емес. Сенің де шәкірттерің чемпион болған қалайтын едің ғой? Рашам, бұл спорт. Спортта еркелік орын жоқ. Түсінші соң. Қырсықтыққа да орны жоқ. Мен Уалиханның қандай бала екенін білем. Оның арман мақсатын қандай жақсы екенін де білем. Сен қазір аяқ қолы сау баланы мана мен сияқты мүгедек қылып қоймақшысың. Түсінесің ба соны? Жарайды, бір мүмкіндік берем. Тек сен уайымдамашы. Жарай ма? Айт досыңа келсін тренировка. Жақсы. Рахмет, анашым. Болады. Халық мені мынадан кейін аферист деп ойлайтын болды. Мына ақшаны табу керек ертерек. Ой, сен ақша дей берме, қызды ойласашы кішкене. Сен де адамды сөгетін уақыт тауыпсың. Полицияға хабарлассам ба екен? Құдайым-ай, қайдағы полиция? Бұны ешкім білмеу керек. Лаураға не болған? Телефонын алмайды? Мен бар тауып келейін. Мына түріңмен қайда бармақшысың? Сен үйде отыр, өзім барып келем. Уалихан келсе де ештеңке білдірме. Айтпақшы, Сұлудың дәрісін беш, бүгіндікке дәрісін ішпеді. Хорошо. Братишка, сен маған ұнап бара жатырсың. Молодец. Бәрі сен сияқты жұмыс есе ғой. Уақытылы, тез. Так. Тағы да товар.
уақытында тез секпел. Жақсы, братан. Молодец, давай, тез жүгір бір. Братан, срочно. Ар жақта Сакен кассаны тексеріп отыр. Өзіңізге бір ауыз айтайын дедім. Не істейміз? Сындырамыз ба? Ё-моё, Сакен, бір айтқанды ұқпайды ғой. Жүрші, өзім сөйлесейін. СЭС заключение есть, да? Да, имеется. А пожарное заключение есть? Да, конечно, есть. Деньги через QR, да, принимаете? Как обычно. Налоговые, Бір бухгалтерия. компанияға қанағат жоқ дейсің Да, ғой. это все есть. О, Данияр. Сен керек едің как раз. Маған өткен жылдан осы айға дейінгі налоговый отчеттарды шығарып берші. Оны не қылайын деп едің сен? Налогын тексеру керек. Тура емес екен, Жомарт аға айтып еді маған. Сәкенчик, мен өз көтімді өзім қасия алатын шығармын. Мен түсіндім. Не дейші? Не? Сен менің әкеме жақсылап тұрып жамандап жүр екенсің ғой мені. Бәсе деп қоямын да, Сұлтанчик. Қалай оп-оңай компанияны бере салды деп қоямын да. Осы екен ғой? Данияр. Бұны маған түкке де керек емес. Әкеңе қарсы шыға алмайтын шығармын. Оны сен мына жын ойнағыңа келгім келетін шамалы. Сол үшін тезірек берші отчеттарды, мен кетейін беттерек. Көрдіңдер ма? Есіңдер ма? Сен менен отчет сұрайтынды чуть-чуть былай өзің охуелмін демейсің ба? Не, даже нормально. Давай без рук. Данияр, про эту наглость Жомарт аға обязательно узнает. Предупреждаю. Естеп тұрсыңдар ме? Бар ба жұмысқа кірсеме? Бар апараның. Сука, ботаник. Қызым қайда менің? Не істедің оған? Не болып кетті енді? Саламатсыз, сіз кімсіз өзі? Мен Лаураның анасымын, қызым қайда деймін саған? Ең кішкене сабыр сақтасаң, шай қарамай, бұл айғайлайтын жер емес қой. Жүріңіз. Үйіп қалып сөйлесек. Шай алып келші. В общем, жағдай солай әпке. Содан кейін мен оны көрген жоқтым. Білмеймін, әйтеуір бастығымнан құтылуым керек деп менен қомақты ақша алып кеткен. Мен сізге бағанадан бері не айтып отырмын? Келмеді емес, ақшасын алып келді. Бірақ енді ол қыз менде қол астымда адал жұмыс істеді. Ұрлаған ақшасын кешірдім бірден. Ұрлаған? Мен қызым ақша ұрлау мүмкін. Әпке, мен өтірік айтатын адамға ұқсап тұрмын ба? Өзіңіз кіргенде көрдіңіз ғой. Мекеменің іші толы камера. Менде видео түсірілімі де бар. Бірақ уәде еткенде мен ешкімге көрсетпеймін. Жоғалып кеткеніне қанша болды дейсіз? Мүмкін мен көмектесейін. Жоқ. Рахмет, сіз айыпқа бұйырмаңыз. Анасы да бөтірлігін. Екеуің бергендерші. Бір раунд спарринг жасайсыңдар. Жарай ма? Шлемдеріңді киіңдер. Давай жалғастырамыз.
Не болды? Бандам. Не болды? А? Көрдің бе шаптан қандай маңызды екен? Bir жерің ауырып тұрған адам сияқты көресің. Коронкаларын мүлдем тықпадың ғой. Совсем расслабился. А? Ағай, маған тағы да аз уақыт берші. Мен формаға кіріп үлгеремін. Формаға кіру үшін ерте келіп кеш кету керек, тренировкадан қалмау керек. А сен совсем расслабился, пацан. Давай, дайындал. Қайсар. Уәлихан, шешеңді көрдің ба жолдан? О, Даке. Абзал. Кірсем бола ма? Короче, ертең сөйлесек та. Ертең өзіңмен бәрін түсіндіріп, андушы отырып. Даке, мен енді бар ғой сол кешірім сұрайын деп келіп тұрмын ғой менеке. Қалайсыздар? Бізге ренжімеңіз, Даке. Қарлығаш үйде ме? Қарлығаш жаңа шығып кетіп еді. Отырыңдар. Қазір шешініп алайық. Hadi шештік берейік. Так, бүгіндікке тренировка бітті. Ертең сборға баратын 5 бала. Білесіңдер ғой, кім? Таңертең анализ өткізіңдер, хорошо? Давайте, боссыңдар. Даке, сіз бізге ренжімеңіз. Бүгін ашудың бетімен көп нәрсе айттым. Ол жағын Қарлығаш келген соң өзіміз түсінсе жатармыз. Бастысы сіз ренжімесеңіз болды. Дұрыс түсінбеген ғой, просто ол жағын уайымдама. Сұлу үйде ме? Үйде. Сен көріп қайтшы бар. Жақсы көрейін. Келе. Айтпақшы сен. Абзал, сәл шыдашы сен. Мен сен жұмысқа алам по-любому. Даке, бәрін ұмытқан кезде үміт бермекші қоян. Абзал, конкретно сен сенбей отырсың маған? Мен сен жұмысқа алам. Сәл просто бунт көтеріп, жағдайым жасап алайын. Тем более менің общением ана Болат Сайынпен Потом мен сен смело жұмысқа алам. Бұл еркектік уәде. Түсіндің ғой? Бірақ бұл әңгіме осы жерде қалатын болсын. Болды, Даке. Давай. Анау кафеде бар ғой, менің мүлдем дұрыс жасамадым, кешірші мені. Қой, айттым ғой, о тема жабық уже. Қатындар сияқты қайталап айта бермеш, кешір. Мен саған айттым ғой, ол тема бәрі шешілген, бәрі нормально, досым. Ол тема жабық, кел, давай. Жақсы, Даке. Сұлу ұйықтап қалған сияқты үндемейді. Әбеке қайтамыз ба? Жоқ, сен қайта берші, мені солсын бар. Жарайды, жақсы. Қарлығаш келсе жақсылап тұрып түсіндіріп айтарсыз. Ең бастысы сіз ренжімеңіз. Ертең өзім де жолығармын. Жақсы. Келе, досым. Сен жанымда кешірім сұрап, мүләйімси бермеш. Болды, Даке. Хорошо? Жақсы. Болды. Мен сен жұмыс қалам. Жақсы, алып қойып. Айтқан, уәде, бәрі жігітше, чики-чики. Давай. Давайсы. Кім? Лаураны шақыршы. Кімді? Лаураны. Лаура. Қайдағы Лаура? Тәте, сіз ба? Лаура жоқ мен үйімде. Қалай жоқ, Айда шақыршы, Лаураны ойнамаш. Лаура дейм. Тәте, қайдағы ойнаған сіз сағатты көрдіңіз ба? Лаура жоқ мен үйімде, мен онымен араласпағаныма қашан? Вообще, сіздің қызыңыз маған қарыз екенін білесіз ба? Сол қарызын қайтарасыз ба? Қайтармасаңыздар, мен басымды ауыртпаңыздар, ша? Жоламаңыздар вообще маған. Қазір кетпесеңіз, мен милиция шақырам.
Дәулет, Лаура келді ма? Еш жерде жоқ ана қыз. Дәулет? Дәулет? Дәулет, сен мыналарың не сендердің? Бейшара. Сұлу, дәрін іштің ба? Сұлу. Сұлу, тұр, дәрін іше қойшы кел. Сұлу. Сұлу, Дәулет! Сұлу. Сұлу, тұршы деймін, Дәулет! Дәулет, скорый шақыр! Сұлу, тұршы. Сұлу, тұршы деймін, Сұлу! Сұлу. Сұлу, тұршы. Тұршы, Сұлу. 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 Жоқ, Сұлу. Сұлу, тұршы. Сұлу, тұршы. Тұршы.